Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен құрамы аз ғана қарапайым заттармен жасалатын классикалық ачушук салатын дайындаймыз. Ет тағамдарымен, палаумен керемет үйлеседі. Ендеше бірге бастайық. Ең алдымен шағындау пиязымызды осылай жіңішке етіп турап аламыз. Менің пиязым кішкене үлкенірек болғаннан кейін екінші жартысының тек жарты бөлігін ғана турадым. Енді жаңа піскен қып-қызыл қызанағымызды да тура пияз сияқтандырып, жіңішкелеп турап аламыз. Барлық қызанақтарымызды турап алып, оны да ыдысқа саламыз. Енді ащы бұрышымызды да жіңішке етіп турап аламыз. Ащы бұрышымыз салатымыз қатты ащы болмасын десеңіз, кішкенелерін турасаңыздар да болады. Барлығын ыдысымызға салып, татымына қарай тұз, қызыл бұрыш салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Құрметті көрермен, сіз менің каналымда алғаш болсаңыз, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қойсаңыздар екен. Алдын ала рахмет. Мінекей осымен біздің дәмді әрі шырынды ачушук салатымыз дайын болды. Палаумен, кәуаппен керемет тәбет-ашарлық салат. Осы қарапайым әрі дәмді ачушук салатын сізде міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліп қойсаңыздар екен. Ас болсын. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.